Білімгерлер, 5-ші дәрісіміз 16-шы ғасырдың аяғындағы Нидерланд революциясы деген тақырып. Қарастыратын сұрақтар: 16-шы ғасырдағы Голландияның экономикалық дамуы, 2-ші кальвинизмнің пайда болуы мен таралуы, 3-ші сұрақ: бұқаралық көтерілістің басталуы мен барысы, 4-ші сұрақ: Голландияның екіге бөлінуі. 16-шы ғасырдың аяғында Нидерланд революциясы Европадағы алғашқы буржуазиялық төңкерістің бірі болып саналады. Жаңа дәуір тарихындағы ерекше орын алады. Нидерландының геосаяси жағдайы, экономикалық дамуы, діни қайшылықтары, әлеуметтік құрылымы бұл революцияның терең әрі жан-жақты себептерін айқындайды. Революция ұзаққа созылған саяси, діни, ұлттық және экономикалық күрестердің нәтижесінде туындап, Европаның солтүстік бөлігінде капитализмнің дамуына зор серпін берді. 16-шы ғасырдың ортасына қарай Нидерланды Европадағы ең гүлденген экономикалық аймақтардың біріне айналды. Бұл гүлденудің негізінде теңіз саудасының кеңеюі, кеме жасаудың дамуы, мануфактуралық өндірістің өсуі, ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігінің артуы, яғни нарықтық қатынастың кең таралуы жатты. Голландия қалалары Амстердам, Роттердам, Антверпен халықаралық сауданың сол кездегі ірі орталықтары болып, яғни Балтық теңізінен Жерорта теңізіне дейінгі тауар айналымын бақылап тұрды. Шетелдік жүн, дәнді дақылдар, тұз, ағаш, қант, неше түрлі дәмдеуіштер және үндістандық тауарлар осы Нидерланд арқылы өтетін. Мұндай қаржылық және өндірістік өрлеу жергілікті буржуазияның экономикалық ықпалын күшейтіп, олардың саяси тәуелсіздігі үшін күреске итермеледі. Ал Испанияға бағынышты болу, ауыр салықтар, сауданың шектеу әрекеттері Голландия кәсіпкерлерінің мүдделеріне қайшы келді. Сондықтан бұл революцияның алғы шарттарының бірі экономикалық дербестікке деген ұмтылыс болды. Экономикалық өсіммен қатар діни салада да үлкен өзгерістер болды. Нидерланды тұрғындарының бір бөлігі 16-шы ғасырдың ортасынан бастап кальвинизмді қабылдай бастады. Кальвинизм жаңа Кальвиннің іліміне негізделген протестанизмнің қатаң тәртіпке негізделген бағыты еді. Бұл ілім жеке адамның сенімін Құдаймен тікелей байланыстырады. Шіркеу иерархиясына қарсы болды. Еңбекқорлықты қарапайым өмірді дәріптеді. Байлыққа адал еңбек арқылы жетуді құптады. Кальвинизмнің Нидерландыда тез таралуының басты себебі оның жаңа қалыптасып келе жатқан буржуазияның мүдделеріне сай келуіне. Кальвинистер шіркеу билігінен тәуелсіз діни қауымдар құрды. Бұл Испаниядағы католиктік билікке тікелей қарсы шыққан әрекеттер ретінде қабылданды. Испан королі Филипп II кальвинизмді қауіпті діни және саяси күш деп санап, оны басу үшін инквизицияны күшейтті. Кальвинистерді қудалады. Дәл осы діни қысым халықтың ашу ызасын көбейтіп, саяси күрестің діни сипат алуына алып келді. Нидерланд революциясының басталуы бұқаралық толқулармен тікелей байланысты болды. 1566 жылы халықтың кедей топтары, қала шеберлері, қолөнершілер және кальвинистік уағызшылар Испанияның билігінің шіркеу саясатына қарсы қозғалыс бастады. Сол жылы болған инктоборлар қозғалысы католиктік шіркеулердегі әулиелер мүсіндері мен олардың суреттерін жаппай қиратылуымен әйгілі. Бұл әрекет
испан билігіне қарсы ашық саяси құрылысқа айналып, революцияның жаңа кезеңін ашты. Испания жағдайды басу үшін герцог Албанды бастап қатал жазалау шараларын қолданды. Оның қан соты атты арнайы трибуналы мыңдаған адамды өліп жазасын кесті. Қала автономияларын жойып, салықтарды күшейтті, бірақ репрессиялар халықтың рухын сындырмай, керісінше көтерілісті одан әрі күшейтті. Көтерілістің басшыларының бірі орандық Вильгельм Нидерландының тәуелсіздігі үшін күрестің символына айналды. Оның басшылығымен жасақталған әскерилер испан армиясына қарсы табанды соғыс жүргізді. Сол уақытта теңіз жағалауларында теңізге сіңгендер деп аталатын кальвинистік жасақтар испан кемелеріне соққы беріп, көтеріліс аймақтарын кеңейтті. Бұл халықты бұл қозғалысқа кең көлемде қосылып, саяси күрес жалпы ұлттық деңгейге шықты. Ұзаққа созылған күрес нәтижесінде Нидерланды екіге бөлінді. 1579 жылы Утрехт униясын құрған солтүстік провинциялар, о жерде Голландия, Зеландия, Утрехт және басқалары. Ал кальвинизмді қолдай отырып, Испанияға қарсы одақ құрды. Бұл одақ кейінірек тәуелсіз Голландия республикасының негізін құрады. Солтүстік аймақтар буржуазияның дамуына бейім, саудасы кең, қалалық мәдениеті күшті өңірлер болатын. Олардың Испаниядан бөлінуі бұл елдің экономикалық болашағын жаңа жолға бұрды. Ал оңтүстік провинциялар Фландрия, Брабант және тағы басқалар 1579 жылы Аррас униясын құрып, католиктік Испания билігіне қайта бағынышты болып қалды. Бұл екі жақтың бөлінуі Нидерланды революциясының шешуші нәтижесі болып, елдің саяси картасын түбегейлі өзгертті. Солтүстік Нидерланды дербес мемлекетке айналып, кейінірек 17 ғасырда әлемдегі ең дамыған теңіздік сауда державасына айналды. Ал оңтүстік аймақтар қазіргі Бельгияның негізін құрады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.